жаңа медиада, сондықтан ол жаңа медиа деп аталады да. Жаңа бір нәрсе үнемі пайда болып тұрады. Сондықтан оған жаңа деген сөзді қосқан ғой алдына. Қазір біз виртуалдан диджиталға көшкеннен кейін бұл өте қиын. Google Glass, Google көзілдірік шығарды, ja. Ол мысалы бізді қалай өзгертеді? Біз Америкада қалжыңдайтынбыз, бәлкім бір 10 жылдан кейін біз бәріміз флешкамызды алып, миымызға, басымызға бір жерге қадап, сөйтіп жүретін шығармыз. Кім біледі, оған да келуіміз әбден мүмкін. Мысалы, бұрын бізде Skype деген ұғым, мысалы, елестету қиын болатын. Бір-бірін көріп, мұхиттың арғы бетінен сөйлесу деген сияқты. Болжам жасау өте қиын. Бірақ мен бір түсінгенім, алдағы бір 2-3 жылдың ішінде, немесе бір 4-5 жылдың көлемінде бәлкім бізде big data дәуірі келе жатыр. Big data дегеніміз интернетте қолданушылар саны көбейген сайын мәлімет алмасулардың қарқыны күшейеді. Мысалы, бір сәтте, мысалы, бұрын бір оқиға бола қалса, бір 5-10 адам бәлкім суретке түсіріп, оны интернетке салатын. Қазір жүздеген мыңдаған адам сол сәтте, сол секундта сол туралы ақпарат салады. Сол кезде мәліметтер көбейгендіктен оны мәліметті сұрыптайтындар қажет болады. Ол боттар, алгоритмдер құрастыра бастайды. Соны big data деп айтады. Яғни датаның көбеюі интернетте датаны сұрыптауға, датаны түсінуге соны алып келеді. Ол кезде бізге дата аналитиктерге сұраныс артады. Қазақстанға бұл келеді, менің түсінігімде, себебі интернет қолдану күннен күнге артып келе жатыр. Интернетте мәлімет көбейіп жатыр. Сол мәлімет көбейген сайын ол үстіне көбейе түседі, ол бір қойыртпаққа айналады. Қойыртпаққа айналғаннан кейін оны түсінгісі келетін адамдар көп болады. Интернетте білесің, адамдар көп ден салып, бір оқығысы келмейді. Бір сөйлеммен оқып, түсіне салғысы келеді. Сөйтіп оларға сол көп мәліметтің ішінен бүйтіп сүзіп алып, майдан қыл суырғандай бүйтіп, міне ең пайдалысы осы деген сияқты көрсетіп беретін адамдар керек болатын болады. Біз жаңа медианың қарқыны, меніңше, біз соған алып келеді. Адамдарда сұраныс туындайды. Оқиғаның ақ-қарасы қайсысы, жақсы, жаманы қайсысы, оны қалай түсінеміз деген сияқты. Екінші мәселе ол біздегі интернеттің даму қарқыны әлі қалай болады. Қазақстан территориялық ауқымы үлкен ел, шүкір дейміз. Бірақ бізде қазір Broadband Connection, кең жолақты интернет, 2 компания немесе 3 компания ғана ұсынады. 4G енді келе жатыр. 3G-дің өзі Қазақстанда бар, бірақ барлық аймақта дей алмаймыз. Одан кейін бізде қазір тұрмыс өмір сүру салты сәл қымбатшылық келе жатыр. Дағдарыстың бәленбайыншы кезеңі деп жатыр. Ондай кезеңде адамдар қаншалық мүдделі болады. Немесе керісінше интернет сауда өсіп, адамдар бәлкім сол интернет саудаға көшсе, онда бізде киберкеңістікте ұрлық, мысалы қазір батыста киберкеңістікте соғыс болып жатыр. Елдер соғыс ашады бір-біріне. Ұрлық бар. Сол мәселе өзектілік артады. Киберқылмыс мәселесі, бір-бірдің есеп шоттан ақша ұрлау. Сондай дүние, егер интернет сауда қазір енді күш алып келе жатыр ғой. Сол нәрсе артқан сайын, сол мәселемен айналысатын мамандарға деген сұраныс артады. Үшінші мәселе, менің түсінігімде, ол қазақ тіліндегі контентке деген сұраныс артады. Мысалы, қазір байқап отырмыз, 2 жылдың ішінде мемлекет тарапынан болсын, қолдау жақсы, қарқын жақсы. Ақша бөлініп жатыр. Ақша бөлінгесін сапада өзгереді деп үміттенеміз. Сапа өзгерген сайын қазақша контент көбейеді, қазақша контентке сұраныс артады, сапалы қазақша контентті жазатын адамдарға деген сұраныс артады. Меніңше бізде осы бір нәрселер трендке келетін сияқты. Алдағы бір бәлкім 2-3 немесе 5 жылдың көлемінде экспоға дейін бәлкім осы дүние келетін шығар деп өзім солай ойлаймын. Енді бір құдай біледі, бірақ қазіргі тенденцияны байқап отырсам, біз соған келе жатқан сияқтымыз.